Assalomu alaykum. Bizda bugun Kia Optima diagnostika jasab жатырмыз. 4 силиндр. Неште берет? Генератор болса ол баяғы жыр болып. Олас кешке қарай келейін ба? Көп көстерде. Болды иншалла. Ертерек келсе, болмаса қазір машинамды жіберіп алайын. 1 сағаттан кейін соқсайын болмаса. Соға аласың ба? Ба қазір қалаға қарай шығып бара жатырмын ше. Ой, сен қандай баласың өзі? Кешке дейін болған жоқсыз бірақ? Беріңіз. Карточкасын тексеріп алайын. Карточкасына монет сияқты. Өшіресеңіз. Так, компрессиясын өлшейіне батыр. 4 силиндрден. Стоп! Ой, мотор кетіп қалған жоқ қой. Қайттан қолаңыз. Стоп! Компрессия қолаған кезде надо катушкаларды полный ажыратып тастау керек. Свечаның жағдайы міне. Свеча. Компрессия жоқ қой жөнді. Компрессия жоқ? О не деймін ол? Мотор. Бір вариант раскасовка істетіп көресіз. Екінші вариант ашылуы мүмкін. Қазір басқа свич алып келіңіз. Туросында. Салып көреміз. Клапан жаппай қалды ма, бірдеңе болды ғой. Слабый ғой. Машинаны трайт етуі, дірілдеуі, жалпы осы катушка, компрессиясын өлшестіп дұрыс анықтау үшін. Бірінші компрессиядан болады, одан кейін свичаның өзінен болып қалады, одан кейін катушка илетін проводтар болады, болмаса форсункінің өзінен болады, форсункінің штекері. Жалпы диагностика жасағанда осы 4 силиндр ошибка берген, чек жанып қалған. Енді біз катушканың несін тоғының миллиметрін өлшедік. Жақсы, катушка жұмыс жасап тұр. Свичасын шештік, свичасы байланып қалған. Енді күмән цилиндрда болып, сол цилиндрді өлшейсек 6 болып тұр. Негізі мынау 10-ның үстінде 10 болып тұр қатияды. Сол қазір свича сап көреміз. Результат болмаса моториске барады. Екінші, үшінші цилиндр. Қолаңыз. Хоп! Бұл да өте слабый ғой бұның бәрі. Екіншісінен шыққан свичасы. Моториске барасау. Моториске? Екіншісінде не қылып отырмын не? Қоласаң ішіне екінші цилиндрді көре салайық. Прокладкадан май жіберіп қойыпты. Болды. Бәрі сол 6 болып тұр ғой жоба. Свичаның басы сынып кеткен. Свичаларын ауыстырып сала салайық. Сол моториске барасыз. Свичаларымызды орнына полный салып жинап қойдық. Енді Алла қаласа моториске барады. 4 цилиндр полный істемеген бізде. Қалғандар цилиндрлер бәрі жақсы істемеген. Компрессия слабый болған соң, әлсіз болған соң таза істемейді. Қазір ошибкасын удалить етеміз. Чегін өшіреміз. Біздің жұмысымыз осымен аяқталады. Норма деп қойып, бисмилла. Бәрібір таза істеп тұрған жоқ. Біздің жұмыс аяқталды.
Allah isтеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Әр нәрсені, әр затты ауыстыра бермей, нақты диагнозын қойып ауыстырған жөн. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.